армысыздар неге каналын тамашалаушылар. Бүгін сіздердің назарларыңызға ұсынатын әңгімеміз әйелімнің әруағы деп аталады. Ендеше құлақ салып тыңдайық. Ұнаса лайк басып, ең бастысы подписаться етуді ұмытпайық. Ендеше кеттік. 2005 жылдың қысы болатын. Ауылдан 80 шақырым жерде орналасқан аудан орталығында тұратын туысымыз қоңырау шалып қонаққа шақырды. Қазақтың шақырған жерден қалма деген қағидасын ескеріп, қалмай баратынымызды айттым. Әйеліме аудан орталығында тұратын туысымыздың қонаққа шақырғанын айтып едім, бармай-ақ қойса қайтеді. Менің ертеңге жоспарлап қойған үй шаруаларым бар еді деді. Мен барамыз деп сөз беріп қойғанымды айтып, үй шаруасын кейінгі демалысқа қалдыр дедім. Әйелім үндемей өз шаруасына кетті. Әйелімнің үндемегенін келіскені де бұқтым. Ертеңінде таңертең тұрып жолға шығар алдында көлігімді бір тексеріп алуды ұйғардым. Доңғалақтарын тексеріп, май суын бір қарап шықтым. Бәрі де дұрыс екеніне көз жеткізіп үйге кірдім. Үйге кірсем, әйелім жайбарақат үй шаруасымен жүр екен. Тіпті қонаққа баратынымызды ұмытып кеткен сияқты. Әйелімнің мына жүрісіне аздап ашуым келіп, «Оу, дайындалмайсың ба?» дедім. Ол жайбарақат күйде, ештеңеден хабар жоқ кісіше қайда дейді. Қайдан не, қонаққа бармаушы ма едік деп ашуландым. Әйелім сол бір салмақты қалпын сақтап, бармай-ақ қойсақ қайтеді. Тіпті болмаса өзің барып қайтсаңшы деді. Менің одан сайын ашуланғанымды көрген соң, жарайды деп келісті. Қонаққа сағат 1-ге шақырғандықтан үйден 11-де шықтық. Жаз айы болса 1 сағат көлемінде жететін жер, бірақ қазір қыс, жол тайғақ болған соң асықпай жүреміз деп ертерек шықтық. Асықпай жүріп отырып, дәл уақытында жеттік. Шақырылған кісілер әлі толық жиналмаған екен. Қалған қонақтар келгенше тағы жарты сағаттай күттік. Ас шайды ішіп, ән салып, думандатып отырғанда күн кеш болды. Қыс мезгілі болған соң тез қараңғы түсті. Аздап арақтан да ұрттадық. Аудан мен ауыл ортасында гаи болмайтындықтан кейде рөлге ішіп алып та отыра беретін әдетім бар еді. Бірақ ептеп қызу болғанмен мас емеспін. Кешкі 10-дар шамасында үй иелерінен қайтуға рұқсат сұрадым. Олар қонып ертең қайтуды ұсынды. Әйелімде қайтпай-ақ қойса қайтет деп қиылғанмен, мен үйде балалардың жалғыз алғанын айтып, қайтуымыз керек деп көнбей қойдым. Қазақтың қалай қоштасатынын білесіздер ғой. Ал ішіп алса тіптен, ал жарайды, ал сау бол, кетер аяқ, жол ашар деп жүргенде сағат 11 болған екен. Қимай қоштасып жолға шықтық. Аудан орталығынан шықпай жатып, әйелім, көңілім жайсыз болып тұр. Осында тұратын досымыздың үйінде қала салсақ қайтет деп әңгімесін бастады. Арақтың демі ме, әлде қырсық шалды ма, қайдағын айтпа деп кесіп тастадым. Әйелім, онда асықпай жүрші деп өтінді. Әйел бірдеңе десе түлен түртетін, қырсық қалатын осы мінезім ай. Ал ішіп алғанда тіптен есіріп кетеміз ғой. Сол қырсықтыққа салып, көліктің жылдамдығын асыра түстім. Менің сол мінезімді білетін әйелім одан әрі үндемеді. Оның үндемегеніне одан сайын ызаланып, арақтың да дем бар шығар бәлкім, жылдамдықты одан сайын асырдым. Ол кезде ауданнан 30 шақырымдай ұзап кеткен едік. Әлі де ашуым басылмай, әйеліме қайта-қайта қарап келем. Солай аптап келе жатқанда жол үстінде тұрған қызды көзім шалды. Тежегішті басып, рөлді бұрып жібердім. Не болған ұқпайда қалдым. Көлік 1-2 аунап, 4 аяғына қайта тұрып қалыпты. Әйелімнің ыңыранған даусынан тез есімді жидым. Аяқ қолым аман сияқты. Еш жерімнің ауырғаны сезілмейді. Әсия, Әсия деймін, жауап жоқ. Сыртқа шығайын десем есік ашылмайды. Быт-шыты шыққан алдыңғы терезені теуіп түсірдім де сыртқа шықтым. Әсияны түсірмек бол бесікті жұлқылайым, ашылмайды. Ашылып қалған жүк салғышты көргенде, сонда жатқан темір ырғауыш монтировка есіме түсті. Темір монтировканың көмегімен есікті ашып, Әсияны жерге түсірдім. Не істемек екенімді өзімде білмеймін. Әсияның ақырын ғана ыңыранған даусы естіледі. Әсия, Әсия деймін, жауап жоқ. Бір кезде жердің суық екені есіме түсіп, көліктің артқы орындығын алып, Әсияны соның үстіне жатқыздым. Не істерге білмеймін. Ең жақын жер аудан орталығына дейін 30 шақырымдай. Әсияны арқылап, оған жете алмасым анық.
Біреу келіп қалса екен деп Алладан тілеуден өзге амал қалған жоқ. Алла тілеуімді қабыл алды ма? Арадан 2-3 сағаттай өткенде аудан жақтан келе жатқан жарық көрінді. Жарық сонша ұзақтан көрінген жоқ сияқты еді. Алайда жете алмай-ақ қойды. Жылдам жете қоймағанына қарап трактор мекен деп ойлағам. Жоқ, жеңіл көлік болып шықты. Бір мезгілде әйтеуір жетті-ау. Ауданнан қонақтан қайтып бара жатқан көрші ауылдың кісілер екен. Мәшинеде көлік басқарып келе жатқан жас жігіт және 60 талқындап қалған аға мен апа бар екен. Мен әйелімді жылдам ауруханаға жеткізуін өтіндім. Бәріміз көлікке отырып, аудан орталығындағы ауруханаға жеттік. Ол кезде уақыт таңғы 4 мезгілі болған екен. Дәрігерлер Әсияны жылдам жан сақтау бөліміне алып кетті. Біз есік алдында күтіп қалдық. 10-15 минуттан кейін дәрігер шығып, әйеліңіз қайтыс болды деді. Айтуларынша көп қан жоғалтқан. Дәрігер 1 сағат бұрын жеткізгенде мүмкін аман алып қалар ма еді деді. Ауылда көліксіз болмайды. Аудан орталығына жиі баруға тура келеді. Сондықтан көктем шыға көлігімді қайта қалпына келтіріп жүргіздім. Ал автобус ауданға күніне 1 рет қана қатынайды. Бір күні тығыз шаруам шығып, түс ауа өз көлігіммен ауданға бардым. Ондағы шаруаларымды бітіргенімше кеш болды. Жұмысым бітісімен ауылға қарай тарттым. Жалғызбын. Ойланып келе жатып, қыстың күні аударылған жерімізге келіп қалғанымды байқамаппын да. Өз-өзінен бойым шымырлап кетті. Сол түні апатқа себепші болған жол үстінде тұрған қыз есіме түсіп кетті. Қанша сабырлық сақтасам да, бойымда үрей пайда болды. Ананы, мынаны ой елегінен өткізгенше, апатқа түскен жерден өте шықтым. Бойдағы қорқыныш сейілгендей болды. Десе де, арт жаққа қарауға қорқып келем. Сол жерден ұзаңқырап кеткен соң, айнадан артқа қарадым. Өз көзіме өзім сене алар емеспін. Мәшиненің артында 2 қолын созып, Әсия жүгіріп келеді. Маған тоқта деп ишара жасайтындай. Машинаның газын барынша басып, ауылға қалай жеткенімді білмейді қалдым. Ертеңінде 7 шелпек пісіртіп, Құран бағыштадым. Әсияның бейітінің басына барып, Құран оқыдым. Неге екен бейіт басынан кеткім келмеді. Әсияның бейіт басындағы тасқа салынған суретіне ұзақ қарап отырдым. Бір кезде тастағы суретке жан бітіп, қабақ шытқандай болды. Қайта анықтап қарадым. Иә, сурет қабақ шытып тұр. Шошып кеттім. Тез орнымнан тұрып, мазараттан шығуға асықтым. Үйге келгенде маған солай көрінген шығар деп өз-өзімді жұбаттым. Сол күні түсіме Әсия кірді. Қабағы қатулы екен. Кеше неге мені жол бойына тастап кеттің дейді. Мен кешір, байқамай қалдым деймін. Осылай сен мен үнемі тыңдамайсың деп Әсия мені буындыра бастады. Қиналып жатып ояндым. Осылай сен мені үнемі тыңдамайсың деп Әсия мені буындыра бастады. Қиналып жатып ояндым. Оянсам, қара терге түсіп жатыр екем. Таңертең шай ішпестен мешітке бардым. Имамға болған жағдайды айттым. Ол кісі апат болған жерге мал сойып, құрбандық шалу керек екенін айтты. Сол күні бейіт басына барып, Әсиядан кешірім сұрадым. Ертеңінде имам мен 7-8 ауыл ақсақалын алып, 2 көлікпен апат болған жерге барып, құрбандыққа мал сойып, Құран оқыттым. Сосын үйге келіп ас бердім. Сол күні түнде Әсия тағы түсіме кірді. Бұл жолы көңілді көрінді. Анадай жерден маған қол бұлғап, қоштасып, ұзап кетіп бара жатты. Имамның айтуынша Әсия апат орнында қайтыс болған. Біз ауруханаға оның жансыз денесін ғана апарғанбыз. Сол жерде жаны тәнінен бөлініп шығып қалып қойған. Содан бері Әсияның рухы тұрақ таппай жүрген көрінеді. Менің ойымша Әсия мені кешіре алмай жүрген-ау. Өйткені оның өліміне мен себепші болдым емес пе? Сол күні ол бірдеңені сезіп, қонаққа барғысы келмеген еді. Қонақтан шыққан соңда түнде қайтпай аудан орталығында қалайық дегенде мен тыңдамай қойдым емес пе? Сол қырсық мінезімді оның рухы кешіре алмай жүрген сияқты. Құрбандыққа мал сойып, арнайы ас беріп, кешірім сұрағаным қабыл болған шығар. Алланың құдіретімен ниетім қабыл болып, Әсия мені кешірді-ау деп ойлаймын. Өйткені содан кейін Әсияның рухы жол бойында да түс
ешкімде де мазалаған емес. Сонда әруақтың да ренжитін болғаны ғой. Құрметті Неге каналын тамашалаушылар, әңгіме ұнаса лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Ең бастысы подписаться етуді ұмытпайық.